Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен онлайн стопвотч платформасымен танысатын боламыз. Ол үшін Google жолағына онлайн стопвотч деп жазсаңыз жеткілікті. Онлайн стопвотч платформасының қызметі өте көп. Онлайн стопвотчты пайдалана отырып, сіздер жарыс таймерлерін, сынып таймерлерін, әртүрлі таймерлердің түрлерін кездейсоқ атау таңдаушылар, яғни оқушыларды кездейсоқ таңдау арқылы таңдай аласыздар. Кездейсоқ сандар генераторлары, сенсорлық таймерлер, сағаттар, ойындар, әртүрлі топ генераторлары, презентация таймерлері пайдалана аласыздар. Жалпы бүгін біз сіздермен сынып таймерлерін жасап көрейік. Сынып таймерлерін біз қай уақытта пайдаланамыз? Оқушыларға жеке жұмыс, топтық жұмыс, жұптық жұмыс берген кезде біз міндетті түрде сабақ барысында уақыт береміз. Сол уақытты шатаспас үшін оқушыға да қызығып тапсырманы уақытқа жұмыс жасауға үйрету үшін осы платформаны пайдалансаңыздар өте керемет болады. Енді экранға назар аударсаңыздар, таймерлердің түрлері өте көп. Яғни, сіздер экранға таймердің суретін шығару арқылы уақытты қоясыздар. Мысалға, біз кез келген таймердің түрін таңдап алайық. Осы таймерді таңдап алдық, енді мысалға уақыт қоямыз. Сет батырмасын басамыз, және де старт батырмасын басамыз. Өзімізге қажетті уақытты қойып аламыз. Сол кезде мінекей осылай уақыт болған кезде, мысалға біз бомбаны алып тұрмыз ғой, бомба жарылады. Сондай-ақ осы жерден өзіңізге қажетті таймердің түрлерін таңдап ала берсеңіздер болады. Мысалға, стартты басатын болсақ, біздің свечамыз, яғни майшамымыз жанып болады. Неге оқушыларға осылай қызықтырып тапсырманы уақытқа орындауға үйретсеңіздер болады. Осы платформаны пайдалануға кеңес беремін.